بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, иншалла бүгін осы дәрістен бастап Құран әліппесі және тәжвид қағидалары деген кітапты осы бейне дәріс, яғни видео дәрістері жасауға ұйғардық. Иншалла Алла Тағала осы ісімізге жәрдем бергей, ісімізге береке бергей. Иншалла көп бауырлар, көп жан-жақта осы Қазақстанның түкпір-түкпірінде қазір енді жаңағыдай техника заман болғаннан кейін көп кісілер жаңағыдай видео сабақтар іздейді. Жаңағыдай тәжвидтен алфавит жаттап алған кісілер бір-екі қағидаларды, бір-екі тәжвидтегі ережелерді түсінбей жатады. Сол осы мына кітап, авторы Ғалымбек Тобашев, сары кітап, сырты. Осы кітапты иншалла бастан аяқ әр сабақты бір осындай бейне дәріс қылып өтіп отырамыз. Иншалла сол жерде түсінбеген жерлеріңіз болса, сол тақырыпты тауып алып, ішінен қарасаңыздар болады. Иншалла осы дәрістер мұсылман бауырларға, жалпы Қазақстандағы мешіттегі, медреселердегі, осының жан-жақтағы бауырларға бір пайдасы тиер деген ниетпен бастап жатырмыз. Жақсы ниетпен иншалла Алла Тағала осы ісімізге береке берсін. Бастаған ісімізді соңына дейін жеткізуді нәсіп етсін иншалла. Бұл кітаптың жақсы жері, бұл кітаптың мынау үйрету тәсілі, методы дейді, бұл айтқанда өте керемет. Шәкіртке жақсы үйретеді. Осы кітапты нақты оқып шыққан бала тәжвиді өте мықты болады. Тәжвидте және де Құран оқығанда да кәдімгі тәжвидпен оқып, қырағатпен оқып, әдемілеп оқып үйреніп шығады иншалла. Соған бүгін мынау алфавиттен бастаймыз иншалла, бірінші дәрістен. Сол алфавитті бүгін үйретсек, әрбір әріптің қалай дыбысталатындығын, соны иншалла осы бірінші дәрісті қайта-қайта көріп ба, әйтеуір бір осы алфавитті жаттасаңыздар, жазып, қай дыбыс, қай әріп қалай дыбысталатындығын дұрыстап қайталап үйреніп алсаңыздар, жалпы сол өте жақсы болар еді. Мына жақта кіріспелері бар, енді кіріспелеріне тоқталмаймыз. Әрине Құран әліппесі дейді, 7-ші, міне 8-ші беттен бастап осы мынау әліппе басталады, араб тілінің әліппесі. Жалпы араб тілінің әліппесінде ең бірінші айта кету керек, 28 әріп бар. 28 әріп бар араб тілінде. Соның иншалла мынау жаттаған кезде бастан аяқ бір жаттап өтіп, одан кейін болса әріптерді мына бетіне, жүзіне қарап, әріпті өзіне қарап тану керек адам. Яғни әлиф, бә, тә, сә, джим, ха, ха деп кетпеге жаттап алу керек жоқ та. Оны араластырып сұраған кезде әріпті танитындай болу керек. Бұл бір 28 әріп. Мысалға 28 кластасыңыз, классыңыздағы 28 бір достарыңыз сияқты, классыңыздағы баланы отырған партасының реттілігімен жаттамайсыз ғой. Оның түріне қарап білесіз, пәленше Айдос, мынау Жандос деген сияқты, мынау Жолдыбай деген сияқты. Сол сияқты иншалла әріптерді де араластырып сұраған кезде, араластырып тексерген кезде адам еркін жаттап отыру керек, еркін айтып отыру керек, еркін тану керек та әріпті. Сондай тәсілмен, сондай деңгейде жаттап ұстау керек. Бірінші айтып кететін нәрсе, көп шәкірттер бұны әлиф, бә, тә, сә, джим, ха, ха деп кетпеге жаттап алады да, арасынан мынау қайсысы деп аты жазылмаған жерде сұрай салса білмей қалады. Сондықтан иншалла соны мән беріңіздер, дұрыстап араластырып, бірінші кетпеге жаттаңыздар, одан кейін араластырып жаттаңыздар. Ең бірінші әріп әлиф. Бұл әлиф деген атауы ғана дыбысталған кезде деген дыбысты береді кәдімгі. Әліппе, әтеш деген сияқты. Әлиф. Екінші бә, кәдімгі біздің б деген әріпі. Бә. Тә, бұл т деген әріпті береді. Төртінші әріп сә әріпі. Бұл с болғанда, с деген әріпті тілді екі тістің арасына тығып сақау айтасыз. Яғни тілдің ұшын екі тістің арасына саласыз да, сол кезде сә деп айтасыз, сақау айтасыз. Тілдің ұшын тістеп айту керек. Сә. С деп таза айту қате. Бұны сақау айтылады. Сақау сә. Сол сияқты бұл да с деген дыбысты береді. Сәуәб, сияб деген араб тіліндегі сөздер. Келесі әріп джим, бұл ж деген әріпті береді.
ха деген әріп, х деген әріпті береді, х деген дыбысты береді. Бұл әріптің ерекшелігі, бұл х деп қырылмайды. Яғни х деп қырып айту керек жоқ та, бұны тамақпен ха деп айту керек. Фатиха сүресіндегі әлхамдулиллахи деген сөздегі сол ха осы әріп. Жетінші әріп хо әріп. Бұны керісінше қырып айтасыз. Хо деп, х деп қырып айтасыз. Ал мына ха болса қырылмайды. Одан кейінгі дәл, д деген әріп. Мына зәл, сә сияқты тілдің ұшын тістеп айтылады. Зәл, з деп. Зәл, з деген дыбысты береді. Сақау ра, нәжде ра деп жазып қойған, бірақ негізінде оқығанда ра деп оқылады. Мысалға біздер дұға жасағанда Раббана атина дейміз ғой. Біздер Раббана деп дұға жасамаймыз ғой. Раббана атина деп, біздер Раббана деп дұға жасаймыз. Сондықтан ра деп оқылады. Зә, таза з, тілді тістемейсіз, сақау айтпайсыз. Таза зә деп айтасыз. Син да сол сияқты таза шығады. Син, с деген дыбысты береді. Шин, ш деген дыбысты береді. Сод, жуан с деген дыбысты береді. Яғни сод, жуан с. Син деген жіңішке с да. Си, сұй деп оқылады. Мысалы, и болса. С жіңішке с, сод, жуан с. Ана болса, үшінші с бар, бұл сақау оқылады. Бұл жерде үш с бар, оның үшеуі үш түрлі оқылады екен. Бұл қалай болып кетті деп өзіңізге қиындатып, кәдімгідей қиын деп ойлап қалып жүрмеңіз. Оны Құран оқитын кезде, иншалла, оны бір көрсеңіз, бір көргенде түсініп аласыз осының айырмашылығын. Алдағы уақытта иншалла тағы да түсіндіріп отырамын. Қазіргі сізге міндет бұл әріптерді жаттап алу керек. Қайсысы қалай дыбысталатынын біліңіз, сосын жаттап алыңыз. Келесі әріп дот, до. Мына жерде да деп жазып қойған. Кітап турецкий былай айтқанда тәсілмен жазылған әріптер. Мысалға біздер Құран Фатиха сүресін оқыған кезде ғайрил мағдуби алейхим валя даллин дейміз ғой. Ол кезде біздер валя даллин демейміз, даллин дейміз, да. Сол сияқты да деп оқылады. Да. Дот, яғни д деген дыбыс береді. Д. Ал мынау болса д, жіңішке д. Мынау жуанды. Жақсы. Келесі әріп то. Бұл т жуанны т, жуанты, тә деген жіңішке т болса, мынау то, бұл жуан оқылады. То. Мысалға, тағы да әріпке мүмкіндік болса, мысал келтіріп отырамыз. Сол Фатиха сүресінде, өйткені Фатиха сүресі бүкіл намаз оқымайтындардың да кейбірі көбісі біледі. Сондықтан осы Фатиха сүресі бәріне танымал болғандықтан сол сүреден түсіндірейік. Сиратол дегеніңізде, сиратол ләзина ан'амта алейхим деген аят бар. Сол жерде сиратол ләзина дейміз ғой біздер. Сиратол, сиратал ләзина деп айтпаймыз ғой. Сирато, сол то деп оқылады. Енді та негізі таза то деп те оқылмайды, таза та деп те оқылмайды да. О мен аның ортасында бір солай оқылады да негізінде. Сондықтан әзірше то деп оқи берсеңіз болады. Зо деген әріп жуан з. З дегенде жуаны оқисыз, зо деп. Зо. Келесі мынау ең қиын әріп, араб тілінде ең бірінші бастаған кісілерге қиын әріп. Ол айн әріпі. Айн деген, а деген жай ғана а емес, а деп айтасыз да. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Раббил аламин деген сияқты. Айн, иншалла, оны алдағы уақытта үйрене жатарсыз. Егер қиын болса, мешіттегі бір ұстаздар болса, сұраңыздар. Бұл видео нелерді, жаңа дәрістерді мешітке ұстазға барып сабақ алуға уақыты жоқ кісілерге арнайы жасап жатырмыз. Иншалла, біреулер жаңағындай командировкаде болады, біреулер жаңағындай уақыт болмайды ұстазға баруға, ұстаздың уақытына баруға. Ұстаз мысалға 7-де сабақ берсе, ол кісі 8:30-да жұмыстан келіп жатады да. Сондай кісілерге енді бір пайдасы тиіп қалар деген мақсатта істеп жатырмыз. Әйтпесе, әрине ұстазға мешітке барып оқығаныңыз абзал болады. Келесі әріп ғайн әрпі. Кәдімгі ғ әрпі ғайн. Келесі фә. Бұл жерде ешқандай несі жоқ, таза қалай тұр, солай оқылады. Фә, қаф, қаф әрпі. Қ деп оқылады кәдімгідей. Кәф, к деген дыбыс береді. Ләм, л, ешқандай ештеңе өзгертпейсіз, іштерді тістемей, жаңағыдай айтасыз. Мим келесі м деген әріпті береді, дыбысты береді. Нун, н деген дыбыс. Уәу, у деген дыбысты береді. Ха, нәжде қаһарман дегендегі жіңішке, ешқандай қырылмай,
шығатын һә, қаһарман дегенде һә әрпі. Келесі ең соңғы әріп я әрпі. Осы мынау толық ненің алфавиті, араб тілінің әліппесі. Осыны сіздер жаттап аласыздар біріншіден. Бізде ұстазымыз оқыған кезде мынау әр әріпті, әлифті 3 қатар, бәні 3 қатар, тәні 3 қатар, сә әріпін 3, әр әріпті 3 қатардан жазып шығатын. Солай тапсырма беретін еді. Солай істесеңіздер өздеріңізге жақсы, ол қолы үйренеді. Сондықтан одан қала берсе, жаңағыдай қол жазған нәрсені бас тезірек жаттайды. Келесі бетке қарасаңыз, 9-шы бетке, ол жерде мынау әріптер аты жазылмаған әріптерін. Осы жерде сіз әлиф бәтәсі осылай жаттап отырасыз да, сосын өзіңізді тексеріп былайынан айтып көріңіз міне ұзыннан. Әлиф, джим, зәл, шин, зо, қоф, нун деген сияқты былайынан айтып көріңіз. Сөйтіп араластырып айтып үйреніңіз. Араластырып өзіңізді тексеріп көріңіз. Енді мына жерде тағы да айтып кететін нәрсе, мына жерде қызыл әріптер, мынау қызылмен боялған әріптер, бұлар араб тіліндегі жуан әріптер. Бұл жуан әріптер, яғни ха жіңішке болса, хо жуан. Бұл жуан мен жіңішкенің айырмашылығы не? Оны Құдай қаласа екінші дәрісте түсіндірем. Екінші дәрісте иншалла содан көріп түсініп аласыздар. Қазірше мынау қызылмен боялған әріптер жуан әріптер екендігін жаттап алыңыз. Ал енді келесі бетке қарасаңыз, мына жерде әріптерді бірінен кейін бірін емес араластырып жүрген көрдіңіз бе? Осы жерде сіз әріптерді не қылып айтып жаттығасыз. Бұлайынан айтып көріңіз, бим, бә, ғайн, қаф, кәф деген сияқты бұлайынан айтып көріңіз. Одан кейін керісінше мынадан бұлай айтып көріңіз. Сосын тағы да мынадан бұлай жоғары, төмен айтып көріңіз. Одан керісінше төмені жоғары айтып көріңіз. Солай тексеріп өзіңізді не қылыңыз. Ұмытып қалып жатсаңыз, мына жақта ең алғашқы жаңа 8-ші бетінде бірінші айтқан осы жерден әріптердің атауын қарап алсаңыз болады. Бұл ешқандай қиын емес, бұл бір жарты сағат, 1 сағат уақытыңыз алады. Осы әріптердің бәрін жаттап алу ешқандай қиын емес. Иншалла келесі Рамазанға дейін алдыңызға мақсат қойыңыз. Алланың кітабын, қасиетті Құранды оқып үйренем деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады. Кімде-кім қасиетті Құранды осы кітапты тәжвидіне сай таза оқыса, ол құрметті періштелердің деңгейіндей болады. Ал кімде-кім мүдіріп қиналып оқыса, оған 2 есе сауап бар дейді. Сондықтан бұл Құранның жаңағыдай несі, сауабы өте мол. Сондықтан иншалла осыны үйреніңіз. Видеоны көрген бауырларға бір өтініш, менен осы видео дәрістерді мейлінше мұқтаж болған кісілерге, керек болған кісілерге айта жүрсеңіздер, бір пайдамыз тисе, бір бауырларға өте қуанышты болар едік. Иншалла тәжвидті түсінуде уақыт болмай жүріңіз. Енді мына жерде қызылмен неге бояп қойған десеңіздер, мына жерде тағы да түсіндіріп кетейік, ұмытып кеттім. Мына жерде екеуі т деген әріп та, бірақ мынау то, мынау тә, мынау жуан, мына жерде екеуі д деген әріп, д, доп деген сияқты, д. Бірақ мынау д жуан, мынау жіңішке. Мына жерде қаф, кәф екеуіне ұқсайды. Қаф пен кәф екеуіне ұқсайды. Сондықтан мына жерде мына жерде мынауда сияқты айтылады, бірақ бұл айны, деп. Мына жерде үшеуі де с, бірақ мынау сақау айтылады. Сә деп, мынау жіңішке айтылады. С деп, мынау жуан, со деп жуан оқылады. Сиротол деген сияқты. Мына жерде үшеуі де х әріптер, мынау х деп оқылады, мынау хо, мынау с болса х деп жіңішке оқылады. Ал ең төмендегі үшеуі де з әріптері, мынау жіңішке зәл әрпі, мынау таза, мынау біріншісі зәл сақау айтылады, екіншісі жіңішке зә, үшіншісі болса жуан зо әрпі. Сондықтан осы нәрсені жаттаңыздар, қайталаңыздар, өздеріңізді тексеріңіздер, иншалла. Осы дәрістерден қалмаңыздар. Осы дәрістерді иншалла соңына дейін өтіп шығам деген ниет қойыңыздар. Алдарыңызға түсінбеген кейбір жерлер түсінбеген болсаңыздар, ұялмай жазып сұраңыздар. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.